Инвентаризация түгендеуге қатысты 10 жаңа өзгеріс енгізілді. Бірінші өзгеріс мекен-жайды ауыстырған, яғни прописка ауыстырсаңыз, сіздер автоматты түрде үй кезегінен шығарылатын едіңіздер. Енді сіздер үй кезекте қай өңірде тұрдыңыздар, қайтадан сол өңірге прописка тұрсаңыздар, сіздердің кезектеріңіз сақталады инвентаризация өткеннен кейін. Екінші, егер де сіздерде аз ғана доля болатын болса, сізде доля бар деп үй кезектен шығаратын және де өткізбейтін. Енді аз ғана минималды доля болса да, үлесі болса да, инвентаризация өткеннен кейін оған өтуге рұқсат етілді. Үшінші, кезекте тұрған адамдарға, азаматтарға арендный немесе ипотечный жүйелі берілген кезде, ол кісілер ол үйде тұрмаса, яғни келісімшартты бұзған жағдайда, ол кісілер аттарында үй бар деп кезектен шығарылатын және қайтадан кезекке тұра алмайтын. Енді сіздерде нақты келісімшартты заңды түрде бұзылған қағаздарыңыз болса, сол қағазбен әрі қарай арыз жіберіп, инвентаризация өтіп, кезекте қайттан тұра аласыздар. Төртінші өзгеріс жақын туыстығы жоқтығынан мемлекеттік көмекті ала алмауы. Яғни бұл көбінесе мүгедектігі бар жандарға және де жетім балаларға арналған. Ол кісілер бұрын өздерінің доходтары жетпегендіктен, болмаса туыстары жоқтығынан ондай көмекті ала алмайтын еді. Ендігі 2 соза емшек қосып, әрі қарай көмекті ала алады. Бесінші өзгеріс бақша шаруашылығында, яғни дачный домда сізде атыңызда болса, ол сізде как үй бар деп есептелініп, сізге мемлекеттік көмек ала алмайтын едіңіздер. Енді ол есептелініп, инвентаризацияны өте бересіздер, дачный дом болса да. Алтыншы өзгеріс кезекке қою кезінде қателіктер кездескен. Енді сіздер арыз, сот шешімі, әкімдікке хат жазу арқылы әрі қарай кезекке тұрып, инвентаризацияны өтіп болады. Жетінші өзгеріс отбасы құрамында бөтен адамдардың кездескен. Енді сіздерде арыз және осы растайтын құжаттарыңыз болса, отбасы құрамынан шығарылуы мүмкін. 2022 жылы әкімшілік реформадан кейін кей аудандар мен қалалардың аттары өзгертілген. Енді арыз жазу арқылы бұл аймақтарды түзетуге рұқсат берілді. Қазақстаннан тыс аймақта неке немесе балалары болған жағдайда ол түгендеуден өте алмайтын еді. Енді жаңа өзгерістерге сәйкес инвентаризация түгендеуден өте алады. 10-шы өзгеріс инвентаризацияны өтпеген, яғни деректері жаңартылмаған үй кезекте тұрған азаматтарға берілетін еді. Енді тек қана инвентаризациядан өткен, түгендеуден өткен үй кезекте тұрған азаматтарға ғана беріледі. Яғни барлық деректері жаңартылып, тексерілген адамдарға ғана беріледі. Сол себептен барлықтарыңыз авторизация, инвентаризация өтіп алыңыздар.